күйеуіңізбен, балаңызбен араларыңыз, қарым-қатынастарыңыз жаман болып жүр ма? Осы видеоның соңына дейін көріңіз. Егер де сіздің үйіңізде қандай да бір мәселе болып жатыр, делік, проблема болып жатыр жолдасыңызбен или балаларыңызбен, бәріміздің басымызда бар жағдай. Өмір деген даңғыл жол емес, теп-тегіс. Баламен де проблема болады, жолдасыңмен де проблема болады. Сондай кездерде мына үйдің ішінде болып жатқан жағдай, үйдің ішінде болып жатқан проблема, ол осы үйдің ішінде қалу керек та. Ол ешқашанда далаға шашылмау керек. Ол өзіңнің отбасыңдағы сырың сақтауың керексің да. Қалай айтса болады. Менің басымда болған жағдай, жан-жағымда адамдармен де қарап, анализ жасап, өзім ойланып жүрем да. Менің басымда сондай болып жатқан кезде мен ешкімге айтпаймын да. Ешкімге айтпаймын. Сыртқа шашпаймын мүлдем. Өйткені мен білем, маған кеп ешкім ешнәрсе істеп бермейді, ол мәселені шешіп бермейді. Мен балам мен қызыммен арамыз жақсы қылып бермейді да. Ал сыртқа сыр шашып жүретін әйелдерді де білем да. Олар досына, подругасы сол мезетте поддержка сұрап, кішкене бір көңілі босап, бір босаңсып айтып қалуы мүмкін да. Оның артында жақсы нәрсе тұр деп айта алмаймын. Одан кейін көп шағымданып жүреді. Ана пәленшеге айтқан едім, мен сырымды бүйтіп айтып та, даже өзгертіп айтып та, мен өйтіп айтқан жоқ едім деп та. Айналып келгенде не істейсіз? Өзіңіз ренжисіз. Ол бір, екіншіден ол шиеленіскен нәрсе одан бетер шиеленісіп кете береді да. Ондай подругалар, достар жақсы ақыл айтады деп айтамаймын мен сізге. Одан бетер теріс бір совет беріп, одан бетер сіздің отбасыңызда шешілейін деп тұрған мәселені ушықтырып жіберуі мүмкін да. Сол үшін мен білген, түйгенім, көргенім, ешқашанда осы өзіңіздің отбасыңызда қиыншылық болып жатыр ма, қандай да бір проблема, оны салқынқандылықпен, ашумен емес, салқынқандылықпен өзіңіз сабырға шақырып, ойланып, өзі жауап өзіңіздің ішіңізде да. Менің отбасымда неге бұндай болып жатыр, мен қай жерде қателесіп жатырмын, қай жерде менен минус кетіп жатыр, мен неге өзімнің баламмен тіл табыса алмай жатырмын деген сұрақтарды қойған кезде оның жауабы өзі-ақ келеді сізге. Потому что мен үнемі айтамын, осы өмірдегі сіздің ұстазыңызда, досыңызда, құрбыңызда, ең жақын адамыңызда тек қана өзіңізбен өзіңіз ғана қалған кезде сол сұрақтың бәрінің жауабы өзіңізден шығады. Сол үшін өзіңіздің отбасыңызда, жағдайыңызда, проблемаңызда ешқашан далаға сыр шашуға асықпаңыздар. Осылай жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.